Енді өңір жаңалықтарына келейік. Еліміздегі ірі қаржы ұйымдарының бірі АТФ банк мемлекеттік бағдарламаларды жүзеге асыру үшін Ақтөбе облысына қолдау көрсетуге дайын. Бұл туралы бүгін облыс әкімі Бердібек Сапарбаевпен кездескен АТФ банктың басқарма төрағасы Эспени Энтони мәлімдеді. Кездесу барысында аймақтың даму мүмкіндіктеріне орай қаржы ұйымының өңірдегі филиалының қызметін кеңейту керек деген талап қойылды. Толығырақ Әнуарбек Мырзатайұлы әңгімелейді. Елімізде қабылданған түрлі бағдарламаларды жүзеге асыруда мемлекет тарапынан көрсетілетін қолдау тетіктерінен өзге қаржы ұйымдарының да көмегі қажет. Оның ішінде дағдарысқа қарсы қабылданған Нұрлы жол бағдарламасының маңызы зор. АТФ банктың басқарма төрағасы Эспени Энтонимен кездескен облыс әкімі Бердібек Сапарбаев алдымен өңірдің тұрақты даму көрсеткіштерін дәлелдейтін бірқатар салалардағы жұмыстар туралы айтып, қаржы нарығындағы қалыпты жағдайды да атап өтті. В условиях экономического кризиса экономикалық дағдарыс уақытында барлық мүмкіндікті тетіктерді пайдалану қажет. Соның ішінде қаржы ұйымдарының несиелік ресурстары үлкен маңызға ие. АТФ банкі облыс экономикасына 1 миллиард теңге көлемінде қаржы салып, 6 кәсіпорынға қолдау көрсетті. Алайда сіздердің несиелік портфельдеріңізді ескерсек, оның көлемін ұлғайтуға болады. Әсіресе мемлекеттік бағдарламаларды іске асыруда бірлесе жұмыс істеген жөн деп есептеймін. Кездесу барысында облыс әкімі Бердібек Сапарбаев бірлесе жұмыс істеуде оң нәтиже беретін бірнеше ұсыныстарын айтты. Оның алғашқысы банктың облыс аумағында филиалдарын ашу болса, екіншісі несиелендіруге жеңілдік көрсету және Ақтөбе бейметалл трубалары зауытының қаржы ұйымы алдындағы қарызын қайтаруға қолдау жасау. АТФ банкі төрағасы бұл ұсыныстарға орай түрлі шаралар қолға алынатынын жеткізді. Біз қашанда бірлесе жұмыс істеуге дайынбыз. Мүмкіндігімізге қарай филиалдардың санын көбейтетін боламыз. Өйткені бізге әрі қарай даму қажет, ал бейметалл трубаларын шығаратын кәсіпорынды көріп, жобаларымен танысамыз. Барлық жағдай ескерілетін болады. АТФ банкі негізінен шағын және орта бизнесті қаржыландыруға баса көңіл бөледі. Кез келген ел экономикасының дамуы осы саламен тікелей байланысты екенін ескерсек, Қазақстанның зор мүмкіндігі бар дейді банк төрағасы. Біз жобалар айтсақ болсақ, тек қана дорожный карта бизнесі бағдарламасы аясында 53 проект қаржыландырдық, 6 миллиардтан астам қаржыға. Қазірде де біз қаржыландыру мәселесі біз тоқтаған жоқ. Біз бүкіл кәсіпкерлікті қаржыландырып жатырмыз. Үлкен жобалар бар бізде. Шағын және орта бизнестің тұрақты дамуы жөнінде Ақтөбе облысы республикада Астанадан кейінгі 2-ші орында тұр. Әрі бұл салада жұмыс істейтіндердің саны елбасы жүктеген міндеттің үдесінен шығады. Сондықтан да облыс әкімі Бердібек Сапарбаев банк ұжымына бизнестегі түрлі жобаларды бірлесе жүзеге асыруға шақырды. Әнуарбек Мырзатайұлы, Самат Қалекенов, Қазақстан, Ақтөбе.